Сәлем достар, бүгін нөмір 2 мектепте қараша бұл әділдік пен жауапкершіліктің айы. Әділетте берік болсан, аяғың таймайды. Бұл 4-ші атының дәйек сөзі. Қазір 10-шы сыныптар үшін қауіпсіздік сабағы өтіліп жатыр. Сабақтың негізгі тақырыбы балалар мен жас өспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуы. Жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру және олардың құқықтық міндеттерін түсіндіру. Біз 10-шы сыныбының ашық сабағына кіріп көрейік. Жүріңіз. Кешіріңіз, көге бола ма? Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы өз құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді білу, құқық бұзушылықтардан аулақ болуға қалай көмектеседі деген тақырыпты алып отырмыз. Ендеше сынып сағатымызды бастайық. Ол үшін мен сіздерге сынып сағатымызды бастамас бұрын мен сіздерге алдарыңызға ешқашан бос орын, әрқашан бос орын тілеймін деген брезент беріп отырмын. Сол жерде сіздер өздеріңіздің лебіздеріңізді білдіріп, жазып қоюға болады. Сосын бір-біріңізге сыйлайсыздар. Ешқашан тәртіпті бұзба, әрқашан инабатты бол. Ешқашан құқық бұзба, әрқашан тәрбиелі бол. Ешқашан ауырма, әрқашан сау болып жүр. Ешқашан бұзық болма, әрқашан тәртіпті бол. Біреудің ала жібін аттама, әрқашан мәртебелі бол. Еліміздің заңын бұзба, әрқашан тәртіпті бол. Ешқашан құқық бұзба, әрқашан ақылды болғанды тілеймін. Ауырма, қылмыс әрекеттерді істеме, әрқашан күлімдеп жүр. Зор денсаулық тілеймін. Өте жақсы. Ендеше осындай әдемі бір-бірімізге тілектерімізді білдіргеннен кейін сынып сағатымызды жалғастырайық. Бұл өте маңызды. Қазіргі таңда әрқайсымыз өзіміздің құқықтарымызды, міндеттерімізді білу керек. Ол үшін мен сіздерге қазіргі таңда дебат түрінде сынып сағатымызды жүргізуді ұсынамын. Ендеше экранға назар аударайық. Дебат дегеніміз, сіздер білесіздерге, біз ортақ шешімге келе алмасақ та, өз ойымызды білдіріп, дәлелдемелер келтіріп, аргумент, фактілер келтіру арқылы біз тақырыбымызды ашамыз деп ойлаймын. Ендеше сәттілік болыңыздар. Жалпы менің ойымша, баланың құқық бұзушылығына мектеп кінәлі деп санаймын. Неге десеңіздер, кейбір мектептерде тәртіпсіздік, зорлық-зомбылық. Менің ойымша сіздің ойыңыз дұрыс емес. Өйткені ең бірінші бала кезінен тәрбиені ата-анадан көреді. Сондықтан да осы барлығы буллинг және басқа нәрсе, жаман нәрсе жасайтын жағдай, өйткені бала тәрбие көрмейді. Жүрегіме жаздым сенің атыңды, қарашы менің жазған хатымды. Жаныңда жүр жаным сенің жақсы адам, сөзіме жауап бармай, сөзіме жауап бармай. Шын айтам, ғашықпын көзіңнің қарасын.